сіздер мен құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге өте оңай және тез жасалатын барлығын үйінде бар мінекей біз қарамақтан бүгін бір керемет ерекше тағам жасайық деп тұрмыз. Оған көп нәрсенің қажеті жоқ. Міне азғантай үйіміздің фаршы, 1-2 жұмыртқа, 1 дана сәбіз, картопльны жуамыз, ары қарай тағы көрсетіп жатамыз сіздерге. Міне қарамақты жуып, жай суға тазартып алдық. Енді осыны біз қазір мынандай кішкене үлкенірек ыдысқа бисмилля деп саламыз. Бұл тағамның ерекшелігін мен сіздерге қазір айтатын боламын, неге екенін. Мінекей, енді осыған сақырлап тұрған ыстық суымыздан мынау қарамағымыз батқанша құямыз. Бисмилля. Енді бір 10-15 минутқа бетін жауып, қазір тындыртып қоятын боламыз. Былай қарта қоя тұрайын. Оған дейін біз фаршымызды, жуамызды майға қуырып аламыз. Қарамағымыз біздің кішкене 10-15 минут тұрғанша біз мінекей мындай 1 дана жуамызды алып турап алайық. Бисмилля. Сәбізімізді бәрін осылай етіп турап аласыздар. Мен енді уақыт өткізбей сіздерге барлығын турап мінекей осылай сәбімізді үккіштен өткізуге болады. Мен үккіштен өткізгім келіп тұр. Картопльмызды міне ұзынша етіп былай қылып, жұмыртқамыз жуылған, уайымдамаңыздар, мен міндетті түрде жуамын. Картопльмызды былай таяқша етіп тураймыз. Енді мынау сәбізімізді корейский терка дейміз ғой, үккіш, содан өткіземіз. 6-7 қасықтай үлкен қасықпен сұйық майымызды құйып алдық. Енді осыған мен морковты жаңа сәбіз сіздерге көрсеткен жоқпын ғой, мен үккіштен өткіздім. Осылай, егер де сіздер қолдан турайын десеңіздер, қолдан турауға болады. Мінекей майымыз ысып қалды. Енді бисмилля деп жуамыз, саламыз. Жуамызды бірінші қуырып алайық, азғантай. Ал мінекей жуамыз сарғайып пісті. Енді сәбізіміз бен картопльмызды бірге саламыз. Майды енді қарамақ жақсы көреді ғой. Сіздер білесіздер, қарамақ деген гречка ғой. Сол гречкамыз кішкене майлы болғанды қалайды. Сондықтан да майы неге көптейді деп айтпаңыздар. Осы енді үшеуін ақырындап қуырып алып, қазір 4-ші ингредиентімізді салатын боламыз. Кішкене қуырылсын 1-2 минуттай. Дайын болып қалды. Бір 5-6 минут қуырдық. Енді бисмилля деп немізді, фаршымызды саламыз. Фарш болмаса, ет болса, уақыттап етті турап салуға болады. Бірақ кішкене пісіресіздер жарты сағат. Мен осыны енді қазір бір 10 минуттай турамды, азғантай дейсің. 12-10 минуттай бетін жауып қойып, осыда басып қойып пісіретін боламын. Мен ұмытып сіздерге көрсетемін деп, өзімді ұмытып 1 қасық шай қасықпен 1,5 қасық тұз саламыз. Қара бұрышымыз бар. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, қызыл қосасыздар ма, мен енді қара бұрыш салып жатырмын. Жақсылап араластырып алып, 5-10 минутқа ақырын бетін жауып қойып пісіретін боламыз. Мінекей фаршымыз 10-15 минутта пісті. 10 минуттан ішіне қарамағымыз 10 минуттай суда бұқтырылып тұрды. Енді бисмилля деп банкымыз шайылған, іші ыстық сумен. Енді бисмилля деп осылай астына картопльмызбен жаңағы піскен фаршымызды салып шығамыз. Теңге бөліп 3 банкаға мінекей. Бір осының қызығы осы болып тұр енді. Осылай салайық. Бөліп үшеуіне. Осы екеуін көрсетейін, уақыт алмай сіздердің. Бисмилля.
Өте керемет болады, құрметті көрермендер. Жаңа айттым ғой сіздерге, тауықтың еті болса да, жаңағы ет болмаса да, жаңа жуамен сәбізімізді үлкенірек қылып турап, солай да жасауға болады. Мен жай өзім фарштан жасап көрейін деп, фарштан жасап жатқан жайым бар. Енді осының үстіне жаңағы бұқтырылған қарамағымызды бесіне деп салдық. Ал үшеуіне жаңағы қуырылған тамағымызды салдық. Енді осының үстіне бесіне деп мынау жаңағы қарамағымызды саламыз. Толтырып қарамақты үшеуіне салып шығамыз. Қазір бөліп салып алайық, сосын қалған үстіне салатын боламыз. Ал үшеуіне салып шықтық. Енді жаңағы қалған сорпамыз, суымыз таза су. Бесіне деп азғантай осыған құйып жіберіңіздер. Себебі қазір біз отта ұстаған кезде бәрібір дым болу керек. Енді осыған бесіне деп жұмыртқамызды жарып, үшеуіне үш жұмыртқаны салып шығамыз. Құрметті көрермендер, мен сіздерге ұмытып кетіппін айтуға. Жаңағы суда ұстаған гречкамызға бір қасық тұз салдым. Сосын барып ыстық су құю керек екен, мен ұмытып кетіп жаңа оны салып жібердім. Бір шай қасықтың тұз салыңыздар. Так. Бесіне. Мінекей. Қандай керемет. Жұмыртқаның сыртын міндетті түрде жуыңыздар. Енді осылардың бетін мынандай фольгамен қазір бөліп бетін жауып шығатын боламыз. Енді осылардың сыртын аузын да енді қақпақ сияқты қылып, мінекей, бесіне деп осылай жауып шығамыз. Үшеуінде өзінің енді қалған ішіндегі суымен, жаңағы біздің духовкамызда, пешімізде, әркімнің пешінің сыры әртүрлі ғой. Енді сіздер білмеймін, сіздердікі қандай екенін. Әсет пеш болады, мындай пеш болады. Енді осы духовкамызға 180 градусқа 30-35-40 минутқа қоятын боламыз. Ал мінекей көрермендерім, бүгін дегустацияны өзім жасайын деп тұрмын. Мінекей 35 минутта духовкада 180 градуста 30, енді 35 минут пісті. Енді бесіне деп ашып, енді көретін боламыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Мінекей ыстық болып тұр. Енді осыны біз қазір тарелкаға салатын боламыз. Бірінші жұмыртқасын алып алайық, осылай мінекей. Бесіне. Қараңыздар, қандай керемет. Енді кішкене гречкасын алайық, мінекей. Өте әдемі болып шыққан, мінекей. Қараңыздар. Қазір астындағы фаршын бетіп аудара салатын боламыз. Бұл кәдімгідей біраз адамға жетіп шығатын тамақ болып пісіп шықты. Енді астындағы жаңағы фаршын бесіне деп. Ой, кереметіне қараңыздар. Қандай күшті. Бесіне мәссаған түрі деген кереметіне қараңыздар. Енді осыны мен өзімше осылай сәндегенді жақсы көремін. Мен осындай морозильникке иіштеп кеп тұрып, осындай зелендар салам. Міне қараңыздар. Ох, қалай керемет. Енді осының дәмін енді мен өзім тататын боламын. Себебі бәрібір қолдар тимей қалыпты. Сондықтан да өзіме бұйырып қалған екен. Бесіне деп өзім дәмін татып көремін қазір. Міне қараңыздар, қандай керемет. Мәссаған. Жұмыртқасын көрсетейін кесіп сіздерге. Мінекей. Қараңыздар, қандай керемет. Ыстық қау, бисмиллахиррахманиррахим. Енді жұмыртқа енді 100% піскен, неке көрдіңіздер ме? Енді жаңағы фаршымен гречкасын қосып жеп көрейік. Бисмилла. Өте керемет. Кәдімгідей мынау бір адамның тойып ішетін тамағы. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған жазып кетіңіздер, қалай шыққан, өзіме ұнады, мінекей, мен өтірік айтпаймын. Маған лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ал құрметті көрермендер, мен сіздермен бірге жасаған қарамақтан өте керемет дәмді тамақ дайын болды. Түскі ас болсын, кешке болсын дайындауға болады. Қолда бар заттан жасалған, өте керемет, өте дәмді.
Ал енді келесі кездескенше сау болыңыздар. Маған подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Хош, сау болыңыздар.